полицейлер тобы бөгейді. Қауіпті сезген маймылдардың көбі көпірдің аспалы конструкцияларымен полицейлерге көрінбей жылжиды. Оларға қарсы атты әскер шығып, маймылдарды соққыға жығады. Дәл осы шайқас үстіне Уилл мен Кэролайн жетеді. Цезарь баққа адамдарды өлтіруге тыйым салады. Тікұшақтағы мерген маймылдардың бірін атып түсіреді. Ең күшті приматтар автобусты аударып, оны полицейлерден қорғанатын қалқан ретінде пайдаланады. Кенет атқа мінген Цезарь шығып, маймылдарға жан-жақтан шабуылдауға бұйрық береді. 10 шақты полицей қарусызданып, жарақат алады. Олар қашуға мәжбүр болады. Бірақ сол сәтте тікұшақ көрініп, пулеметші оқ жаудыра бастайды. Джейкобс атқышқа тек Цезарды нысанаға алуды бұйырады. Көшбасшысын қорғау үшін бақ бар пәрменімен тікұшаққа секіріп мініп, оны апатқа ұшыратады. Батыр горилла Цезардың қолында жан тапсырады. Тірі қалған Джейкобс тікұшаққа жабысып, Цезардан көмек сұрайды. Бірақ Цезарь оған бұрылып қарамайды. Ал Коба болса қатыгез адамның ажал құшуына көмектесіп, тікұшақты суға итеріп жібереді.